Сәлем аналар, көкірек ауырса не істейміз деген тақырыпқа бүгін тоқталатын боламын. Бұл тақырып көп емізулі аналарда көп жиі кездеседі. Көкірек ауруы бұл менде де болған жағдай. 1 жылдай қатты ауырғам. Негізі аналарға айтарым, жас аналарға, былайша аналарға, емізулі аналарға операцияға дейін жеткізбеңіздер. Бұның емделу жолдары бар. Бұны бүгін тақырыпта айтамын. Көкірек ауырса не істейміз? Емізулі әйелдерде көп кездеседі. Әсіресе жаңа босанған әйелдерде және бірінші перзентін дүниеге алып келген әйелдерде жиі кездеседі. Көкірек ауруының бұл себебі күтінбеген жағдайда, дұрыс күтінбеген жағдайда және суықтан болады. Көкіректің емдеу жолдары табиғи жолмен, өсімдіктермен емдеуге болады. Мысалы, үйдегі 40 қабатты алып емдеуге болады. Үйдегі тағы не бар? Сау арқылы өзіміз көкірегімізді сауып тастау арқылы емдеуге болады. Ары қарай да күтіну керек. Екінші жолы дәрімен, яғни оған қандай дәрі жатады? Оған мамагель деген крем жатады. Көкірек ауруын қалай емдей аламыз? Енді босанған аналарда кеңесім ең бірінші 40 күндік шілде тері шығару арқылы, яғни жақсылап шығарған кезде өзі кетеді. Көкірегіңізді сауып тастаңыз, одан кейін егер көкірегіңіз сауғызбай, ұстата алмай қиналсаңыз, сізге 40 қабаттың жапырағынан алып, кішкене жылытып, балды, яғни миотты алып, 40 қабатымызға барлық жеріне тигізіп жағамыз. Сосын барып, ауырсынып тұрған көкірегіңізге миот жағылған, яғни 40 қабатымызды орап, үстінен пленканы мен орап тастаймыз. 30 минуттан соң 40 қабатымызды аламыз. Сосын көкірегімізді, яғни сауып тастаймыз. Ол не қылып тұрады? Кішкене көкірегіңіз икемге келе бастайды, яғни жібиді. Сосын сол ауырған көкірегіңізбен баланы көбірек емізгеніңіз жөн, өйткені дұрыстала бастайды. 40 қабаттан кейін де мамагель кремін жағыңыз. Негізгі мамагель кремін күніне 2 реттен жағамыз. Азанда және кешке уақытта. Емізік ұшының айналасынан, яғни еміздің ұшына жақпаймыз, айналасына жағамыз. Егер сізде жеңіл болса, ауырсыну 5 күн жағамыз. Асқынған жағдайда болса, оны 7-10 күн жаққаныңыз дұрыс. Аналар ауырмаңыздар, деніміз сау болсын, баламыз аман болсын.